Саламатсыздармы, құрметті достар. Бишнет әліпбиге қош келдіңіздер. Көріп тұрсаңыздар, мен кішкене аз айтайын. Егер мен керек болса, бұл жарты параққа жазып жатырмын. Бірақ тағы да экранды көбейту үшін мен кішкене сіздерді үлкендеу жасаймын. Ал міне әрмен қарай бара берейік. Бұл, бұл әліпбе қалай жұмыс істейтінін кешіріңіздер, нетіп кеттім. Ал мінекейіңіз, енді бұл қазақ латын әліппесі дейік. Бишнет әліпбе дейік мұны. Так, міне эбисіне используй во благо в iPhone и WhatsApp. Енді iPhone-да кішкене бұл әліппелер әлі енгізілген жоқ, бірақ мен ойымша Android-та ол өте жақсы енгізілген. Міне енді әрмен қарекет біздің ол дауыс бірақ оны мен Excel-мен көрсетемін, Excel программасымен. Бірақ міне енді Word-пен көрсетіп жатқан ғой сіздерге қалай болатын. Міне әліппесі. Бізде ол софт деген ол жіңішке деген сөз, мягкий деген сөз. Сол себептен міне әміз ол былай жазылады. Б, би, енді ол бұлар біраз осы әріптерге мен ойымша сондай не қажет тоқталудың қажет жоқ. Тек қана тоқталса ғ әрпіне тоқтаушы едік міне. GH. Егер сіздер байқасаңыздар ма, GH мүмкін қиындау болуы жоқ. G мен H дәл жанында. Және ғ әрпі біз енді қолданады. Және бұлда дыбыс та бар сондай. Сол себептен о да бізге деп ойлаймын. Диді әрмен қарай айтудың қажеті жоқ па деп ойлаймын. Не болмаса, йо әрпін алып тастау. Ж әрпісін біз J жазамыз. Z тағы да. А вот міне И әрпіне келгенде, кішкене мен даже үлкейтейін экранды міне. Сіздер қалай мұны түсіндіруіңізге болады міне. Бұл жерде бәрі жазылды. Қандай тәртіппен қалай жазудың орнына міне. Егер И әрпі одан кейін және бірінші буында о, үй дыбыстарынан басталатын сөздерде кейін тұрса, онда И жазамыз. Мұнда просто тәртіп қалай жазуымыз керек мысалы. Міне үй осылай жазса, күйініп дейтін сөздер айгүл, айнаш, ойлау, ойнады. Енді мен бұл жерде нетіп қойын, мен ойынша осы қазір мен бәрі жазып жатырмын ғой. Осыны бәрі мен YouTube орнатқанда сіздер бәрін көре аласыздар. Себебі ешқандай міне К әрпісінен онша К әрпі біздің не қажет жоқ. Q әрпі. Мысалы көбі әлінгі деймін Q әрпімізді міне Q арқылы жазуға болады. Мысалы қайрат дейтін қайын болсын. Бұны ең қызығы мысалы Ақорда сайтында мен осыдан 10 жыл бұрын жазғам да. Неге сіздер Ақорда деп жазбайсыз? Ақорда.kz деп жазыңыздар. Жарайды, мен ойымша ол доменді QZ әлі алмағанша ешкін бәрібір бұны қолдана беруге болады ғой. Мысалы, біз елтаңбамызды Қазақстан деп өзгерттік. Бірақ көбі ең қызығы ойбай Q'ді оқи алмаймыз деп. Nissan Qashqai болса, оны оқи алады. Міне Ö әрпі, о да жіңішке. О да міне soft, осылай бұны қолдануға болады. Міне P, әрмен қарай бұлар да өте сіздерге ешқандай қиындық тумайды. Енді басқа әріптер керейік. Әрмен қарай жалғастыра берейік. Міне Ö әрпі. Осылай жазу өпіде оңай. Бірақ мен бұны қазір қалай жазу, қалай басу, мен ойымша басқа видеода менде ескерілген бұны қалай басуды. Сол себеп мен тоқтама қойын, оны қалай неге басу жөнінде. О әрпі тура солай міне. Hot you. Өйткені осылай дейді. Мен сосын hot you деп оны нетіп отырмын. F әрпін әрменға тоқтама қойып, алып таста. Оны енді тіл мамандар да, ол біз арабтан келген қаһарман дейді сөздер аз келседі, оны мен ойша тоже алып тастауға жөнбеді бұл көрсен. С әрпіне алып тастау. Конференция сөздерде мен ойымша осылай С әрпімен қолдануы керек. Ал Ч әрпі. О Ч әрпімен кішкене көп ойлайды. О Ч әрпі неге ол бізде не жоқ, қазақтың табиғатында жоқ, неге? Бірақ мен ойлаймыз, жай мысалы біз Google Maps алайық, не болмаса Чернов дейді. Бізде енді біздің Қазақстанда орыс өкілдері бір 20-25%. Сортан классқа келгенде олардың фамилияларын біз қалай жазамыз? Ч мысалы, Чернов болсын. Және мұнда тіпті басқа жағдай туындап тұр.
e, kart, bankski kartalar var, başka kartlar da var. Biz çarpın bärimiz biz bulay yazamız. Onu biz oğumuz da gerek. Gerek bolsa biz çarpı da solayacağımız. Bu niye bize gerek? Gerektir bankasında. Misal даже біздің щучинск қаламыз қалай жазамыз? Ол картада осылай жазылған. Оны біз өзгертсек, ертең біздің қазақ тілінің деңгейі одан да төмендеп қалады. А вот ш әрпіне келгенде, иә, оны бізге алып тастауға болады. Және міне твердый знак дейміз міне. Оны да алып тастауға болады. Әрпін, мен ойымша, деректер банкісіне бұл әбден сынып кеткен О деп. Және бізде орыс тілінің қалай айтуға болады енді. Орыс тілі біздің қазақ интернетінде сөзімізге 99,99%. Біз оны ескерген жөн бе деп ойлаймын. Және де одан да айтып кетейін. Орыс тілі 1968 жылдан бастап, міне, олар 10 нұсқасын кіргізген латыншасын. 2010 жыл ең соңғы нұсқа. Сол себептен қазір бүкіл интернетін орысша латынша істей береді. Google Translate болсын не болсын. Оны да көрсетіп үлгеруге мен тырысамын қазір енді осы видео кірсе. И әрпі, міне. Біздің тіл мамандары бұны И әрпі деп орыс тіліне беріп қойыпты. Қалай айтуға? Бұл ай. Өте жиі кездесетін. Тағы да деректер банкісіне біз келсек, міне серік дейтін. Сөзді біз бәрі банкси карточкасына осы арқылы жазылады. Сонда біз серик деп оқуымыз керек па? Жоқ. Қазақ халқылары бәрі серік дейміз. А орыстары оны серик дейді. Оны амалсыз жағдай. Ал міне жіңішке, мынау мягкий знак деп міне айтайық. Міне Кузьма, Григорьевич, міне Татьяна. Мұндай жерлерде мен ойымша бәрібір осы қалыптасқан жөн дейді. Өйткені біз қазіргі жағдайда біз орыс тілді деректер банкісінен ешқайда кете алмаймыз. Біз оны сезуіміз керек. Себебі егер іс жүргізуді баяғыдай біз қағаз түрде жүргізбейміз, бәрі электронды түрде. Және бәрі орысша деректер банкісі қолданған. Сол себептен бұны қалай сұлу сыпаймен, қалай қазақ тіліне көшіру маған бүгінгі үлкен мақсатым сол болып тұр. Соны да ескерген жөн бе деп ойлаймын. Сосын әрпі алып тастау. Бірақ үндестік заңына енді үлкен әрпі осы міне өзінің жазғызғаны біз электрониканы қалай жазып, эмиссиямыз алып тастап қалай орған. Ал міне ю әрпіне керек. Юды ю. Бұл да бұрыннан бері қалай айтуға қалыптасқан уже бізде де Юрий болсын, Юк болсын. Біз қалай жазамыз біз нені? Ол да деректер банкісіне бізге әбден меніп кеткен. Бірақ егер бұны біздің президентіміз Тоқаев мырзамыз айтты. Иә, латын әліппесіне көшкенде ол жай ғана әріптерді қалай ауыстыру емес. Мұнда кішкене болса да ескерген жөн, оны кішкене реформа жасаған. Сол себептен бізде меню дейтін сөз, бюджет болсын. Осылай жазған сөз жөн деп ойлаймын. Сразу тікелей инглиш тілінде қалай бюджет. Өйткені біз өзіміз оны мәзір деп не жаздық, былай да жаздық мәзір деп. Мәзірін қайда деп біз әрине қазақи тілде біз оны неткіміз керек, бірақ мен ойымша біздің қазақ тілінің деңгейін ол төмендетеді, қайта сол бізге ең үлкен не бол, кедергі бола ма деп ойлаймын. Оны да ескерген жөн. Ярпыт, о да міне Яковлев мен әдей осы фамилияларын нетіп жатырмын. Енді әрмен қарай келсек, міне осақ клавиатура, осы клавиатураны көріп тұрсыз ғой, о да міне кішкентай міне мына қағазға енгізілген, кішкентай жаңа алдында өтіп кетті міне. Онда осында кірсін. Сол кішкентай қағазбен мына жай әріптерді қарап сіздер білесіздер, әрмен қалай басқыларыңыз келсе, ниеттерің келсе, енді мен білмеймін, енді қалай дамытқыларың келсе. Міне екінші ар жағында міне сол парақтың өзі міне мына жерде бар. Бұл мысалы ит дейтін, әбден ит дейтін сөзге біз іт деп жаза қоймаймыз ғой енді. Сол себептен ит, ки дейтін сөз, жи дейтін сөз, тасиды, киім. Ол енді мен ойымша егер бұны енді сіздермен әдейі осылай өтіп жатырмын міне. Әдейі ақырындап келе жатырмын. Сіздер бұл видеоны көргенде өз керек жерлерінде бір сондай бір сұрақтар туындайтын болса міне. Сіздер міне бұны тоқтатып
pauzага koyup sizler okuy alasыздар. Al mene Samsung misal jay mene men keybir gözde til mamandары kişkene bir keybir gözde bizde sonda disk bolup ketет endi kalay endi. Sonda on harfin mene. On harfine geçsek. Men aytып атам, Samsung дейтін сөзді. Biz Samsung деп орысша айтуымыз керек, ama Samsung деп қазақша айтуымыз керек. Міне. On harfine байланысты өте бір үлкен мағына. Маған енді мұнда тағы да айта кететін жағдай. 2019 жылы осы мен Ақтоты ханыммен кездескеннен кейін жедел түрде просто анау біздің Асхат Аймағамбет министрмен де кездестім. Содан кейін ол кісі маған айтты, Асхат мырза, аға сіздің мына бұл әліппеңіз маған ұнайды, бірақ қана ұнамайтын он әрпі. Яғни енді бұны инглиш тілін білген адамдарға ол өте ыңғайлы. Және мұнда оған ережелер бар. Енді мен айттым енді министр мырза, егер бұған тиісті дәрежеде назар аударыңызшы, бұны бәрі жасанды түрде. Ол опа емес. Ол бірақ ол кісінің айтқаны енді өкінішке орай тіл комитеті мен қарамағында емес, мен енді ештеңе істей алмаймын. Өте жақсы нәрсе, енді мен де таңғалатын жайт. Неге ол осы тіл комитеті біздің тамадалардың министрлігіне кіріп кетіп отыр? Енді өздеріңіз ойлаңызшы, шын ғой енді сөзін істеу керек. Ол білім жүйесіне. Енді сөзін бір қызығы осы тіл комитеті көп ұзамай біздің Айтмағамбеттің мырзаның Аймағамбет мырзаның қарамағына келді. Бірақ енді осы міне бір жылдан асып кетті, қарамағында болды, бірақ ешқандай осыға дейін енді нәтиже болып кетейік. Міне CCW. Мұнда бұл сөздер, мен ойымша бұл әріптер қазақ тіліне табиғи түрінде сәйкес келмегесін, бұларды мен қосымша әдей байланып, біз енді қазір енді жаһандану заманы, globalization келді енді. Біз не істейміз енді? Қазақстан сырттан тыс қала алмайды ғой. Бүкіл әлем бірімен араласып жатыр. Компьютер әрбір жерде. Және компьютер деген өз сөзі жүгір. Жалғыз компьютер ол жай темір. Ішінде софтымен де керек болса. Бәрі желіге байланысты. Бәрі желімен. Бүкіл банк жүйесі болсын. Кез келген жүйесін, агентстволар мына темір жол болсын. Бәрі бірімен байланысты. Сол себептен мен жаңа банк карточкасы неге суит система арқылы бәрі жұмыс істейді. Оның ішіне біз қалай басқа әріптерді енгіземіз? Өзі ойлап көріңізші. Оған қоса тағы да айта кететін жат. Мысалы, шетелдік паспорттар болсын, қалай жазылады? Вашингтонды біз қалай жазамыз? Варшаваны қалай жазамыз? Мен ойымша, бұған да тиісті дәрежеде назар аударған жоқ. Егер жасауға қалай енді жүктеп аласыздар. Және мен Астана ТВ сайты қазір жоқ, оны іздеудің қажеті жоқ. Өйткені мен 2000 жылы бұл сайтты $500 сатып алып, 18 жыл бойы оны сопровождать еттім. Бірақ не істейсіз енді? Астананың қаланың аты өзгергенсін, бұны мен тастадым енді. Ол соншама күш және ақша қаражат кетірдім, енді әрмен қарай мен ұстай алмадым. Және өз сөзіңіз көріп, бүкіл үкімет саған қарсы жұмыс істегесін, бүкіл тіл қазынамен тіл деп біздің тіл комитеті. Жарайды, тағы да бұны енді қазір біздің тіл комитеті біздің саясат мырзаның қарамағына кетті. Мен ойымша бұған назар аударар ма деп ойлаймын. Өйткені тағы да бұнда айтып кететін жағдай, міне Шолпан Кариноваға мен өте жақсы түсіндірдім, бүкіл тіл қазынаның ішінде. Ол кісі, бәрі жақсы екен, енді міндетті түрде Асхат Аймағамбет мырзаға мен жеткіземін деді. Бірақ көрмейсіз бе енді қазір тағы да уақыт өзгеріп кетіп, бір саясат мырзаның қарамағына кетті. Ал енді мен Excel'ге мен түсіндіруді сіздерге міне. Ал қадірлі достар, мен айтайын деген бағана айттым ғой, Excel форматында мен дұрыстап көрсетірдім. Негізі Excel файлында. Өйткені Wordпен қиындау болды бұны жасау, Excelмен жақсырақ. Ал баған бері дұрыстап көрсем деген осы міне жазу тәртібі,
түсініктемелері бар. Және латынша жазуы, әр әріптің қазақ әрпі, және дыбыс, дыбысталуы қалай міне ол бір сразу міне а болса а болады, бірақ латынша жазуы осылай болады. Ал инглишше атауы енді 26 әріп, мұнда сондай жаңалық жоқ, соны 26 әріп A, B, C, D деп солай кете береді, тура сондай. Тек қана арасына біздің ә, о дейтін әріптер қосылады. Және тағы да мында бір айта кететінім, деректер банкісі не деген сөз? Мысалы біз білесіздер, Excel-де мысалы пофамильно бұрын қалай әрбір әріптер бойынша адан білесіздер ғой, бірдің красный журнал болсын, не болсын, бірінші адан басталады. Сол себептен бізде бұл тәртіп бізге қазақ тілінің тәртібін жасайды. Міне не бұл өте бір жақсы жері. Сол бұның жақсы жері. Так, міне енді ал ә дейтін міне әрпіне келсек, міне осылай жазылады, міне софт. Енді ішінде де жіңішке әріп, жіңішке дыбыс ә. Әрмен қарай кете берсек, міне әрпінің міне болса, оның мысалдары мына жерде жазылған мұны. Неге түсініктемесі, неге біз әрпін, міне Ауғанстан болсын, Бағдат болсын, спагетти болсын, бәрі осылай жазылады. Бізге де ол жақсы әлемнің сөздерін, бұрыннан бері қалыптасқан сөздерін қазақ тіліне енгізе салу. Әрмен қарай енді оны тек қана ол сол тәртіппен жүре береміз. Ал үй әрпіне келсек, бағана айттық, монтер дейтін сөздерді былай қолданылық үндістік заңы бойынша. Қажет болса оны, керегі жоқ жерлерде оны тастап кетуге болады. Ж әрпін, мына жерде тағы да берілді, мен әдейі осындай пауза жасап жатырмын. Мүмкін мен қазақ тіліне сондай жетік болмағасын, мүмкін дұрыс дәреже жеткізе алмаспын. Бірақ міне осы экран бойынша сіздер пауза ретінде бұны жақсылап көре аласыздар. Неге біз Бейжің, Жапон, Әзербайжан мысалы, неге Ж әрпін бұлай, және түркітілдес халықтарда Ж әрпі осылай жазылады. Так, әрмен қарай бара берейік, жүре берейік. Ын әрпіне тоқталамыз дедік қой, міне. Ын әрпін мен әдейі бұлай үлкен түрде сіздерге көрсетіп қойым. Неге бізде осылай қолданылған? Міне шаңғы, дөңгелек, қазір өте шыны. Міне ұңғаннан кейін Г әрпі өзі. Тағы да Ж әрпін, тағы да біз нете берудің қажеті жоқ. Г мен Ж деп мен кішкене кейбір кезде бірде былай қоямын. Мүмкін Ж әрпінде мүмкін кейбірге Ж деп қалдым. Сол себептен сіздер бұған айып етпеңіздер. Мұғалім болмағасын енді мүмкін тиісті дәрежесінде түсіндіре алмаспын. Бірақ негізгі қойып отырған мақсатым, біз осы бағытта біз қалмау керек. Осы бағытта әрмен қарай жалғастыра беруіміз керек. Міне Samsung бағана айтқан сияқты еді, маркетинг болсын, шейпинг болсын, рейтинг болсын, биллинг, Бейжің, біз Бейжің демейміз ғой енді. Сол себептен өзі әлемдік стандартқа біздің қазақ тілін жақындаған сайын біз ын әрпін бұлай жазсақ, міне ол өте жақсы. Бірақ оған ереже, онда тұрған еш жоқ. Бүкіл инглиш тілі бәрі ереже. Сонда да ол жеңіл тіл дейді. Мұнда не тұр? Бәрі оп-онды келе жатыр. Қалай болады? Сол оп-онды жақсы нәрселерді біз меңгеруіміз керек және бейімделуіміз керек соған. Міне әрпі осылай жазылады. Және ол бізге ол ерекше дыбыстар, о болсын, болсын, болсын. Неге біз осылай қолданбасқа? Және жазу тәртібі өте оңай бізге. Тек қана жазды, үстіне түрткі қоя салсын. Тіпті керек болса бір нүкте қоя салсаң да ол как сызық сияқты болып тұрады. Оны екі сызық қойып, екі нетіп, ол өткен нәрсе. Ең басында бірінші нұсқа, ABC нұсқасы бірінші нұсқада мен әрпін еткенде. Әрмен қарай жалғастырсақ, енді С әрпіне келдік. Енді С әрпіне келсек, міне осындай тағы мына жерде неге болады? Міне
Цех дейтін сөзді бізде кетetse біз тек Қазақстан тек қана біз осы латын әліппесі көшемін дегені орыс тілді газеттер осындай Өзбекстанды келтіріп міне Өзбекстан әлі әліпбиге көшірмей жатырмын. Цех дейтін сөзді міне оларда х әрпі, например, си әрпіне сонда біз цех дейтін сөзді секс болып кетеді. Енді оны білесіз, сол себептен әдейі бізді осы латын әліппесіне міне көшкендердің зардабы осы, сендер де осы кіптір деп орыс тілді газеттер бұл туралы жақсы жұмыс істейді. Оған біз алаңдамауымыз керек. О да міне мына жерде осы ережемен бәрі жақсы болып тұр. Чарпы, осылай чарпы бізде өзі өте нашар кезде, то есть нашар дедім кешіріңіз, сирек кездеседі. Оған да бірақ сирек кездескенмен біз тағы да деректер банкісінің мысалы Черно, Челябинск дейтін сөздерді, сондай сөздерді біз қалай жазамыз? Ол тағы да деректер банкісі, ол амалсыз біз қазақ тіліне сіңіп кеткен чарпы арқылы сөздер. Одан біз ешқайдан кете алмаймыз. Сол себептен бұны осылай қабылдаған жөн. Шәрпіне енді шәрпіне оны айтудың қажеті жоқ. Оған әс дейтін қиылықтарды түрлі нелер шыққан да сосын тіпті Сығымбаевтар өзіңіз білесіздер қалай жазылады. Интернет арқылы, не арқылы өте сәбізден бірінші әліппеден де сәбіз дейтін сөзді білесіздер қалай айтқан одан да тіпті өте біздің қазақ тіліне жақпайтын сөз пайда болады. Егер ондай сөздерді инстаграмда қолданса да, емейлде қолдансаң да, с-ті құйрығымен. Оның құйрығы алып қояды, сосын с деген сөз ол жаман сөзге келеді. Енді жарайды, ол да деректер банкісі, бірақ бірде бұл қазіргі әлемді өзі сөзді дейта центрлер мысалы. Не үшін дейта центрлер мысалы? Үлкен Фейсбукта болсын, YouTube болсын, бәрі дейта центрлер. Олардың файлдың сөздері болсын, нелердің сөздері болсын, ол сіз амалсыз ондай әрпі амалсыз кездеседі. Және ол табиғатта да біз SH-пен үйреніп қалған бұл әріппеге. То есть кешіріңіз, бұл әріпке. Енді алып тастау, оны ана сөздерді біз міне осылай қолданатын сөздерді біз қолдана береміз. Так, тағы да, о да міне жіңішке, мягкий знак, твердый знак дейді ғой, соларды осылай біз нетілеміз. Ярпіне байланысты мен тағы да міне ешқандай сондай не жоқ па деп ойлаймын. Я дейтін сөзді біз деп солай әркім әртүрлі жазады енді. Оны тіл мамандары ол жағынан енді бұл мәселені, бұл теорияны түсінсе, мен ойымша, ол өздері ақ ертең керек болсаңыз бір сондай ереже шығарады. Мен кезінде осы тіл комитетіне болсын, тіл институтына талай бардым. Осы үй жөнінде ерден Қажыбекпен отырып, тіпті осы жөнінде талай талқыладық. Тіпті ол кісі өзі де жазып берген. Бұны осылай жазған жөн бе дедім. Осы мен ойыма келді. Жарайды енді рахмет. Осы немді жалғастырып жатқаным ғой. Рахмет назарларыңызға.